Кеш жарық достар. Кеш жарық болғанда талпаңдап жүріп келіп жатыр. Кеш жарық болғанда кішкене кеш болған жоқ, түс қайта. Бестің шайын берейін деп жатыр. Кеш қой. Тауықтарға бестің шайын берейін деп жатыр. Бестің жемін. Біздің дауысымызды естіп келе жатыр. Күн күшті, шуақ болып тұр. Кішкене күндегідей емес. Қорықпайды, ақ тауықтар бар ғой. Күндегідей емес, күн жылынып, топырақтар басылып, жел басылып, жақсы болып қалды да. Күн кәдімгі жаз құсап тұр бар ғой. Жаздың жайлап сезіліп келатыр, жаздың ауа райы. Жаз ауа деген. Ал тауықтар не айтасыңдар? Маған әңгіме айтып жатыр бұлар. Қандарың ашты ма? Ата келейінде бірден деп айтып отырады ғой ата. Айтып отыр ма? Жемерейін. Сендер түсінбейміз, бірақ біздер. Не айтасыңдар? Айтыңдар шал. Жем қайда деп отырмын. Қарайық, не айтады екендерін. Бұлар жемнен басқа не сұрайды дейсің, басқа ештеңе сұрамайды ғой. Жем дейді тұрған шығар. Біздер түсінбей жатырмық қой сені, да? Иә. Жерден бірдеңе тауып жеп жатсыңдар ма? Жоқ па? Ана боқтың арасынан құрт тауып алады. Боқтың арасынан құрттар тауады да, көңнің арасынан. Соям. Жем берейік па енді? Бестің шайын берейік па сендерге? Бестің тамағын де. Бестің тамағын берейік. Біздер кешке қарай шалмай қалам. Үйге кісі келейін деп жатыр. Сондықтан сендердің тамақтарыңды беріп тастаймын. Кісі көйіп кетті ғой наурызым ғой. Иә, кісі көбейіп кетті. Кісіден қонақтан айырмасын. Жалпы арық тауық еді. Алып жүріп кеттік. Қораға қарай барайық. Айтпақшаны, таңертең мен келгенде төртеуі жатты. Кешке қарай жинап алам деп нетіп едім. Онымен мама барғанда 6 жұмыртқа алып келіпті. Иә, саған да керек болып жатыр ма? Ал жүріңдер менімен бірге. Жұмыртқа жоқ шығар енді бізге. Жоқ. Жоқ да? Іште болмаса, значит жоқ. Бүгін жұмыртқа азайтып жіберді бұлар. Так, біздер деген ал не? Нәншелікпен кетіп қой. Бір көп жұмыртқа жинайын деп. Жоқ. Қызым, қайсы нәншелікпен? Мұнда бір тауық жатыр ғой. Иә, іштен болмаса енді. Ооо! Кеттік. Бірақ нәншелікпен үш жұмыртқа салуат дейсің. Сол. Тағы ұяда жатпаса? Ұяда ештеңе жоқ. Ал, салып ал. Үш жұмыртқаңды. Ан жерде жоқ па, қара? Көр. Так, үште жұмыртқа салып алған. Жылы мұздай? Тағы үш. Жоқ, мұздай. Тағы үш жұмыртқа болғанда 12 жұмыртқа олатын. Иә, мана алтауын жинап алды. Қойғада тауықтармен бірге береді. Жүр кеттік. Жүр, шық. Шық. Сасып жатыр. Шық. Жоқ, сендерге әлі. Өтшін жоқ па жерлерде қара жер. Жұмыртқа. Аз бердіңдер ғой сендер, әу. Сол ғой. Айтыңдар, неге? Неге аз бересіңдер? Неге аз бересіңдер? Сен жем бірде... Тыңдап тұрсың ба не? Қашан жем береді екен, мен де жүгіріп барайын деп тыңдап тұрсың ба? Жем беріп жатса жүгіріп келейін дейді ғой олдар тек. Бірінші аналарға беріп тастайық. Қарап тұр ғой. Жоқ, сен есігін жауып жатыр аналардың. Сосын барып береміз. Ата, таспен кіреп қояды, бір таспен. Иә, сөйтшеш, ананы ашта. Ағашпен. Мен далаға шығарып келейінші. Так, мен мынаны жап жатырайын. Бісміллә. Иә, сендер артынан жейсіңдер. Так, мен тауықтың жем берем ал. Бісміллә. Айтып жатырыңдар. Ішіне түсіп кетейін, түсінер ғой. Мама, мына тауықтарын деген адаммен күресейін деп тұр ғой. Типа. Типа. Мама, анжере бөлек шаштағы қызылға. Қызыл қайсыз? Мені жүр ғой қызыл. Типа. Мана, икеуі тұр кәдімгідей. Тамам, ас болсын жеңдер. Әй, бақшы шем шашты ғой. Тұрмын бірақ, жұмыртқаны аз бергендерің үшін. 9 жұмыртқа алыппыз ғой бүгін. Бірақ әйтеуір шүкір ғой, 9 жұмыртқамен. Арвайы. Ал кеттік біздер үйге қарай. Малға жемеп тұстамаймыз ба? Малға артынан жайрақ береді. Есігін жауып тастайсың ба? Атыра берсін. Тұра берсін.
Ал достар, бізбен бірге болыңыздар. Лайк, комментарияңызды ұмытып кетпеңіздер. Бай-бай. Күндерің жақсы өтсін. Не болды қызым? Қалай сабақ? Мен видео түсіріп жатырмын. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк, комментария ұмытып кетпеңіздер. Пока.